айтып өтейін дегенім, қазіргі әрине біз 2 ай жұмыстың ішінде кейбір лауазымды тұлғаларға түсінбей жатқан нәрселері бар. Мен оларға қазір тікелей эфирде айтқым келеді. Біз сіздердің қастарыңыз емес, біз сіздерге көмектесушіміз. Өйткені кейбір жағдайда ауыл немесе аудан әкімінің сол өз өңіріндегі проблеманы шеше алатын жағдай болмайды. Қаражаты да болмауы мүмкін. Мысалға, біз осы проблеманы жинаймыз, халықтан аламыз. Яғни оны облыс әкіміне немесе тиісті уәкілетті органдарға жолдаймыз. Мысалға айтатын болсақ, мысалы Тайпақ пен Чапаевқа барып келдік. Жолдың бойында ұялы телефон ұстамайды, әжетханалар жоқ, мал өтетін жер жағдай жасалмаған, ДТП көп, өздеріңіз білесіздер. Соны неге мысалға жасап қоймайды, жарқыратып жазып. Сосын сол ауылдарда біз өздеріңіз білесіздер, Атыраудан келе жатқан қонақтар, Ақтөбеден келе жатқан қонақтар біздің Оралдың вареньясын, қарбызын, қауынын, басқа да көкөніс жеміс-жидектерін сатып алады. Ал оны сататын дүңгіршектер бір нәрселер бар ма? Жоқ, олар бәрі қайда отырады? Остановкада немесе көшенің бойында зонтигін ұстап отырады. Ауылдың әкімі ақша бөліп жасай алады ғой. Яғни осы проблемаларды біз жинап, тиісті уәкілетті органдарға жіберіп, осы әкімдерге көмектесеміз. Міне соны олар кейбір жерлер түсінбей жатыр әлі, лауазымды тұлғалар. Мен соны міне тікелей эфирді пайдаланып қазір айтып жатырмын.